Жер бетіндегі ең қымбат зат десе алтын әлде платина дейсіз. Себебі екеуінен асқан қымбат бағалы зат жоқ секілді көрінеді. Дегенмен олардан да қымбат заттар бар. Сіздерге әрбір граммға шаққан кезде қанша доллар тұратынын есептеп ұсынамыз. Сәлем, сіздермен бірге Найман каналы. Плутоний $4000. Бұл радиоактивті металл. Аталған металлды жер бетінде әр секунд сайын пайдаланады. Бұл металл арқылы ядролық қару жасауға болады. Соларис $17000. Бұл дәрі жер бетіндегі ең қымбат дәрі десек те болады. Өкінішке орай бұл дәрі рактың емін таба алмады. Бұл тек адам ағзасында болатын сирек кездесетін ауруларды емдейді. Тритий $30000. Тритий көп жағдайда коммерциялық мақсатта қолданылады. Мәселен, сағаттардың тілін қаптауға, қолға тағатын түрлі заттарды орауға. Дегенмен бұл радиоактивті затты медицинада, химия ғылымында, биологиялық қоспаларға, геофизика және де басқа салаларға пайдалануға болады. LSD $30000. Наркотик түрлерінің біріне жатады. Ғылымда жүйкеге тез әрі қатты әсер ететін наркотик деп аталған. Бұл затты тегінде хиппи деп те атаған. Алмас $42000. Жер бетіндегі ең қатты зат бұл алмаз. Оның бағасы құбылмалы. Оның салмағына және ауқымына байланысты бағасы өзгеріп отырады. Калифорний $60000. Сіздерге ұсынып отырған тізімдегі үшінші радиоактивті зат. Бұл затты табиғи жолмен өндіріп алған. Ал оның атауы Калифорния университетінің құрметіне берілген. 1950 жылы пайда болған. Ісіктерді емдеуге арналған мақсатта және радиолық қару жасауға пайдаланады. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Америций $140,000. 1 грамм өнімі $140,000 тұратын америций плутоннан алынған зат. Аталған зат әскери орындарда адамзат игілігі үшін пайдаға асырылады. Реголит $442,500. Аталған зат жерде өндірілмейді. Жер бетінде жоқ. Оны айдан алып келеді. Бұл заттың 0,6 граммына $442,500 ақш доллары тең келеді. Ал оның бұлай қымбат болуына себеп құрамында илменит, анортит, оливин және проксен кіреді. Ал бұл шашырап жатқан құрамалар жер бетінде бар. Графен $100 миллион. $100 миллион 1 квадрат сантиметр үшін осындай баға төлеуге болады. Бұл затты өндіруші адамдар олар: графен Константин Новоселов пен Андре Гейм. 2010 жылы олардың жаңалығы Нобель сыйлығында алды. Аталған заттың пайда болғанына 7 жыл өтсе де әлі ешкім пайдаланып көрмеген. Антиматерия $62 триллион. Мына қызыққа қараңыз. Антиматерия жер бетінде жоқ. Ол жаралмағанда. Ол тек ғаламшардағы заттардың соқтығысынан пайда болады. Ал бұл құбылыс әлі орын алмаған. Бірақ ғалымдар алдағы уақытта бұл құбылыс жүзеге асады және жер бетінде барлық шындық ашылатын болады дейді. Ал бұл құбылыс әлі көзге көрінбесе де $62 триллион тұруы сіз бен бізді таң қалдырары анық. Егерде осы елдердің флоты қаншалықты мықты екенін білгің келсе, World of Warships ойынына тіркел. Теңізде соғысу қаншалықты қызық екенін байқайсың. Егерде кеме капитаны болсаң, қандай тактика қолданар едің? Мықты болсаң, тіркелде, дәлелде.